Back to school. Мектептегі пәндер ағылшын тілінде. Ағылшын тілі деңгейімізді бірге дамытайық. Autumn time. School bell. Күз мезгілі. Бұл саябақта серуендеп, жапырақтар жауынын тамашалау ғана емес, сонымен қатар оқу күндерінің басталу уақыты. Ағылшын тілі сабақтарын біз сияқты жақсы көресіз бе? Солай деп үміттенеміз. Қалған сабақтар туралы не деуге болады? New words and the new information. Бұл видеода мен сізге ағылшын тіліндегі мектеп пәндерінің атаулары қандай екенін және олардың қалай аударылатынын, сондай-ақ ағылшын сыныптары мен қазақ сыныптарының сабақтарының айырмашылығы неде? Осы туралы айтатын боламын. Education systems. Қыркүйек айында бүкіл әлем бойынша миллиондаған балалар school bag жинап, жаңа оқу жылындағы бірінші классес барады. Рас, Қазақстан мен Англиядағы education systems бір-бірінен сәл ерекшеленеді. Англияда білімді бағалаудың 100 баллдық жүйесі қабылданған. Ол қазақ оқушылары мен шетелдік оқушыларға әрдайым түсінікті бола бермейді. Сонымен 70 ұпай немесе одан жоғары ұпай First Class Honors Classification, бірінші дәрежелі марапаттар классификациясы деп аталады. Біздің бестікке тең. Төменде 10-даған ұпаймен бөлінген санаттар берілген. 60-69 балл Upper Second Class Honors Classification, екінші дәрежелі жоғары дәрежедегі үздіктер классификациясы, төрттік. 50 мен 59 балл Lower Second Class Honors Classification, екінші дәрежелі үздіктер классификациясы, минуспен 4. 40-49 ұпай Third Class Honors Classification, үшінші дәрежелі марапаттар классификациясы, үштік. 30-39 ұпай Referral, жолдама, 2+. Соңында, егер студент 0-ден 29 балға дейін жинаса, оған файл, яғни қанағаттандырарлықсыз баға қойылады. Бұл біздің 2-ге тең. Ұлыбританиядағы оқушыларға арналған пәндердің стандартты жиынтығына келетін болсақ, ол біз білетін пәндерден ерекшеленеді. Сонымен, физика, химия және биология бір пәнге, science, және ағылшын тілі және әдебиет жалпы Englishке біріктіріледі. Сол сияқты бізде әдетте бөлек оқытылатын алгебра мен геометрия Англияда math біріктірілген. School subjects. What is your favorite school subjects? Сенің сүйікті пәнің қандай? Жалпылама мектеп пәндеріне шолу жасасақ. Algebra, алгебра, biology, биология, drawing, сурет, chemistry, химия, geography, география, geometry, геометрия, history, тарих, literature, әдебиет. Mathematics, math, математика, music, музыка, physical education, PE, дене тәрбиесі, physics, физика, technology, еңбек, art and design, өнер және дизайн. Citizenship, құқықтық жауапкершілік негіздері, computing, информатика, design and technology, дизайн және технология, English, ағылшын тілі мен әдебиеті, modern foreign languages, қазіргі шет тілдері, science, ғылым. Видеоролик сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Әлемнің ресми тілі болып табылатын ағылшын тілінде еркін сөйлеңіз. Get involved with pleasure. Менімен бірге болғандарыңызға көптен көп рахмет. Thank you for your attention.